Кеш жарық, құрметті көрермен, Таста арнасында басты жаңалықтарды таныстыратын мен Мағжан Жұмабай. Экранға жақынырақ жайғасыңыздар. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі смартфонның пайдасы мен зияны. Баяндайтын әріптесім Гүлназия Жалғасқызы. Смартфонның зияны туралы еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бәрі білет. Көз жанарын құртат, жүрек пен мидың қызметін бұзат. Тіпті обыр ауруына дейін шалдықтырады. Енді австриялық ғалымдарды жоғарыдағы тізімді толықтыра түсті. Телефонды көп ұстаған жанның басында 3 сантиметрге дейін қосымша тағы бір сүйек пайда болады дейді. Такое мнение имеет место жить, потому... австралиялық ғалымдардың мәлімдемесімен келісуге болады. Телефонды көп пайдаланғандарда сүйек бұлшығы жүйесінің қызметі бұзылады. Соның салдарынан қосымша сүйектердің өсіп кетуіне алып келуі әбден мүмкін. Өкінішке орай біздің елде мұндай зерттеулер әлі жүргізілмеді. Дәрігерлердің айтуынша, мидың бөлігін қаптап тұрған тұстан шыққан қосымша сүйектер ертең бүкіл ағзаның қызметінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сенсек, жыл сайын телефонға телміріп отырғанның кесірінен 5 миллионға жуық бала көз жұмады екен. Көп балалы ана Гүлвира Балтабайдың сөзінше, мұның барлығы жеткіншектердің бос уақыттарын дұрыс пайдалана алмауының кесірі. Балаларымызға қатарынан қалмасын деп, ұялы телефон, смартфон әперіп жатамыз. Дегенмен, сол телефонды әпергенмен біз балаға ауру сатып алып жатқанымызды көп ата-ана сезінбейді. Баланы пайдасы бар, көп жаңағыдай секцияларға жазу керек деген сияқты. Өз басым балаларды солай тәрбиелеймін. Десе де, психологтар балалардың телефонға тәуелді болып кетуіне ата-аналардың өздері кінәлі екенін айтады. Өйткені оларға сәбиі жыламай, тынышталып қалу үшін қолына смартфон ұстата салу оңай. Ата-аналардың жалпы өз баласының денсаулығына жауапты болуға үйренуі қажет. Яғни бұнда ата-ана бір минуттық, яғни баланың тынышталуын емес, өмір бойы оның денсаулығына, ойлау қабілетіне әсерін тигізетіндігін ойлауы қажет. Яғни бұнда ата-ананың жалпы жауапкершілігі, бұл баланың ақыл ойының дұрыс өсуі, дамуы, ол барлығы біздің ата-ананың борышы болып саналады. Зерттеуге сенсек, ересектердің 23, ал балалардың 80% өмірін смартфонсыз елестете алмайды екен. Оған елордалықтар арасында сауалнама жүргізіп те куә болдық. Полдня, к примеру, уходит. Фото, видео, Инстаграм, WhatsApp. Мен 3 балам бар, 3 балама да тек сабақ уақыты болмаса, қазіргі мысалы каникул уақытында ешқандай телефон ұстатпаймыз. Негізі көп менің өзімде қазіргі мысалға смартфонда былай қарағанның өзінде мен бір көзім, оң көзім, -3, біреуі 1-. Содан көп адамдарда да сондай болады. Сұрақысы гаджетке тәуелділік есірткімен түрлі психотропты заттардың зиянынан да аса қауіпті. Смартфонның кесірінен бала агрессивті болып, тіпті депрессияға түсіп қалуы да әбден мүмкін. Сондықтан мамандар ата-аналарға баланың тағдырына бейжай қарамай, оларға көбірек көңіл бөлу керектігін еске салады. Мен Мағжан Жұмабай. Таста арнасы бүгінгі ақпараттар легі осындай. Жақсы жаңалықта жүздесейік. Аман сау болыңыздар.